Сәлеметсіздер ме оқушылар, сіздермен бірге Зейін онлайн және бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз ол Қазақстанның климаты. Жалпы Қазақстанның климаты шұғыл континенті деген білдіреді. Ол не білдіреді шұғыл континенті? Қазақстан барлық мұхиттардан алыс жатқандықтан Қазақстанға негізінен континенттік ауа массалары әсер етеді, яғни жазда тым ыстық болады, ал қыста тым суық болады. Енді Қазақстан климатына әсер ететін және оны анықтайтын факторларға жатады күн радиациясы, атмосфералық циркуляция, яғни ауа массаларының айналуы және жердің төсеніш беті. Бірінші, күн радиациясы. Күн радиациясы дегеніміз не? Ол күннен шығатын сәулелі қуат. Күн радиациясы есептеледі 1 сантиметр квадрат жер бетіне түсетін күн қуаты. Ол джоуль бөлінген метр квадрат бойынша есептеледі. Енді күннен келетін сәулелердің барлығы ол жерге жете бермейді. Жер бетіне түсетін күн сәулесінің 20%, оны атмосфера кері шағылыстырып жібереді. Қалған бөлігі тура жетеді, оны біз атаймыз тура радиация деп. Келесі, күн сәулесінің біраз бөлігін атмосферадағы су булары, мұз түйіршіктері, бұлттар өздеріне сіңіріп және шашыратып таратады. Оны біз атаймыз шашыранды радиация деп. Тура және шашыранды радиацияның қосындысын атайды жиынтық радиация деп. Жиынтық радиациясының біраз бөлігі жерге топырақ, су, қар жамылғысы арқылы сіңіп жылынады. Оны біз атаймыз жұтылған радиация деп. Ал біраз бөлігін жер беті кері шағылыстырады, оны біз атаймыз шағылысқан радиация дейміз. Мысалы, мынау суретте көрсетіп тұр, жер бетінің, яғни төсеніш бетіне байланысты қанша пайызын қайтадан яғни шағылыстырып жібереді. Мысалы, жаңадан жауған қарға күн сәулесінің 90%-ын ол қайтадан кері шағылыстырып жібереді. Мысалы, бізде айтады ғой, жазда қара киме дейді, оны күн тартады деп атайды. Оны не үшін олай айтады? Себебі қара тек қана қара түс емес, сондықтан сондай қаралау, темный оттенок дейді ғой. Сондай қара түс өзіне түскен күн сәулесін өзіне 100% толығымен сіңіріп алады, сондықтан адам жазда қатты ыстықтап кетеді. Дәл солай төселме бетте де, егер ол жерде түсі қара болса, ол толығымен өзіне күн сәулелерін сіңіріп алады. Ал керісінше ол жер ақ болған сайын, мәселен жаңа жауған қар күн сәулесінің 90%-ын кері шағылыстырып жібереді екен. Сондықтан Арктикада, Антарктидада солардың мәңгі ермейтін себебі сол. Себебі олар өзіне түскен күн сәулесін қайтадан кері шағылыстырып жібереді. Келесі, енді ол атмосфераның циркуляциясы, яғни ауа массаларының жылжуы деп. Біздің республика аймағында арктикалық, тропиктік және қоңыржай ауа массалары бізге әсер етеді. 3 ауа массасы: арктикалық, тропиктік және қоңыржай ауа массасы. Бастаймыз арктикалық ауа массасы. Арктикалық ауа массасы ол келеді бізге солтүстік мұзды мұхит үстінде қалыптасады және Қазақстанда антициклонды ауа райын орнатады, яғни ол үлкен көлемдегі жоғарғы қысымды ауа. Сол ауа бізде, қалай айтады, арктикалық ауа массасы бізге келген кезде ол суық, құрғақ ауа райын бізде орнатады екен. Келесі қоңыржай ауа массасы, ол бізге батыстан келеді, Атлант мұхитында қалыптасып, бізге әкеледі, ылғалды көп мөлшерде әкеледі, жауын-шашын әкеледі. Ауа температурасын қоңыржай ауа массасы қыста керісінше жоғарылатады, ал жазда керісінше төмендетеді. Тропиктік ауа массасы деген нәрсе бар. Тропиктік ауа массасы ол Орта Азия және Иран аймағында қалыптасады. Тропиктік ауа массасы Қазақстанда орнаған кезде ауа ыстық, құрғақ және қапырық болады. Келесі айта кететін жайт ол трансформация деген нәрсе. Трансформация ол ауа массасының бір жерден екінші ауданға ауысуынан оның қасиеттерінің өзгеру. Енді Қазақстандағы желдер, жалпы бізде жылдамдығы сағатына 72 км/сағаттан асатын желді біз дауыл деп атаймыз. Бізде Қазақстанда тұрақты желдер ол Ебі желі, Сайхан желі, Шілік желі, Арыстанды Қарабас желі, Қордай және Мұғалжар желі. Ебі желі ол Ебінұр көлінен Алакөлге жылдамдығы 60-80 метр секунд соғатын жел.
жылына 70-100 күн соғады. Ең алғаш сипаттаған оны Шоқан Уәлихан. Сайхан желі ол керісінше Алакөлден Ебінұр көліне қарай соғады. 50-60 метр секунд оның жылдамдығы. Келесі ол Шілік өзені. Ол Шілік өзені бастау болатын Қазақстан оңтүстік шығысынан 8-10 метр секундпен соғады. Арыстанды Қарабас желі ол Қаратау жотасының оңтүстік батыс беткейіндегі Арыстанды өзенінің бойымен жылдамдығы 35 метр секунд соғады. Келесі Қордай желі ол Жамбыл облысының Қордай асуының үстінен 40 метр секунд соғатын жел, және Мұғалжар ол Мұғалжар тауынан 50 метр секундпен соғатын жел. Енді Қазақстанның ауа райы. Қазақстандағы ең суық ай ол әрине солтүстік жартышардағыдай қаңтар айы. Петропавлдың орташа температурасы қаңтардағы -19 градус Цельсий, ал Дарбазада +1,15 градус Цельсий. Дарбаза ол Қазақстанның ең жылы жері. Қазақстанның ең суық жері ол Атбасар, -57 градус Цельсий тіркелген екен. Ең төмен температура Қазақстандағы. Қазақстандағы ең жылы ай ол шілде болып саналады. Шілденің орташа температурасы солтүстікте 19 градус Цельсий, ал оңтүстікте 28-30 градус Цельсийді құрайды. Қазақстанда тіркелген ең жоғары температура ол +47 градус Цельсий. Ол бағанағы Дарбазада, Қазақстанның оңтүстік шеткі нүктесінде тіркелген екен. Келесі нәрсе ол температураның инверсиясы, яғни керісінше ауысу. Ол тау беткейлерінде биіктеген сайын қыста температураның жоғарылауы аталады температураның инверсиясы деп. Енді Қазақстандағы жауын-шашын. Қазақстанда жауын-шашын ол 130 ең аз жауын-шашын жауады, және 1600 мм аралығында. Қазақстанда ең аз жауын-шашын жауады ол Балқаш көлінің батыс бөлігі 100 мм, және ең көп түсетін жері ол Батыс Алтай 1600 мм екен. Бізде, яғни республикадағы жазық және аласа таулы бөлікте жауын-шашын қалай таралады? Бізде жауын-шашын таралады солтүстіктен оңтүстікке азая бастайды, және батыстан шығысқа қарай жауын-шашын мөлшері азая береді екен.